сабақты жалғастырамыз. Бүгін екінші сабақ. Алдыңғы сабақта біз жүктеу есімдіктерін өткенбіз. Мен, сен, олар, біз, сіздер, сендер, ол және тағы басқалар. Бір қайталап алайық. Мен, I, сен, сендер, сіз, сіздер, you, ол қыз балаға, she, ол ұл балаға, he, заттар мен жануарларға, it, біз, we, олар, they. Бүгін сөйлем құрап бастаймыз дегенбіз. Құрамас бұрын 4 сөз үйреніп алайық. Бірінші сөз өмір сүру, тұру. Яғни бір қалада тұру, үйде тұру, өмір сүру. Live. Live. Қайтадан live емес и жіңішке қылып айтпаймыз. Жуанырақ. Live. Live. Не себепті? Біріншіден акцент, екіншіден live деген басқа сөз. Live. Өмір сүру. Келесі. Ұйықтау. Sleep. Sleep. Келесі сөз жеу, тамақ жеу. Eat. Eat. Және бүгінге соңғы сөз сөйлеу. Speak. 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 Қайтадан өмір сүру, тұру. Live. Live. Ұйықтау. Sleep. Sleep. Тамақ жеу. Eat. Eat. Сөйлеу. Speak. Speak. Ал енді сөйлемдер құрап көрейік. Мен сөйлеймін. I speak. I speak. Мен ұйықтаймын. I sleep. I sleep. Мен жеймін. I eat. I eat. Мен өмір сүремін. I live. I live. Қане енді өзіңіз біз ұйықтаймыз деген сөйлемді айтып көріңіз. Біз ұйықтаймыз. Дұрыс. We sleep. We sleep. Сендер сөйлейсіңдер. You speak. You speak. Сен ұйықтайсың. You sleep. You sleep. Олар өмір сүреді. They live. They live. Байқасаңыздар, мен ол деп аударылатын 3 сөзімізді, яғни he, she, it айтқан жоқпын. Не себепті? Себебі бұларда кішкене ереже басқаша. Яғни жаңағы үйренген етістіктерге s әрпін жалғау арқылы жасалады. Мысалы, I sleep, he sleeps. S әрпін жалғадық. He sleeps. She sleeps. It sleeps. Келесі, he speaks. She speaks. It speaks. Енді өзіміз ол ұл бала туралы сөйлем құрап көрейік. Ол ұйықтайды. He sleeps. Енді қыз бала. Ол жейді. She eats. Бір ол, анау жануар туралы айтып көрейік. Ол сөйлейді. Мысалы, папугай сөйлейді. It speaks. It speaks. Яғни, I, you, we, they жай ғана етістіктің өзін аламыз. He, she, it S жалғаймыз. Оп-оңай. Оның жүрегі сезім гүлдер